Эдгар Аллан По. Қара мысық. Соңғы бөлім. Айтқандай мырзалар, мүмкін мұның өзі жақсы салынған үй. Еркін сөйлесем деп лепірген көңілге елігіп, мен өзім не айтып не қойғанымды абайлай алмай қалдым. Тіпті мен мұны аса тамаша құрылыс деген болар едім. Қаланған қабырғасында сіздер асығып тұрсыздар ма? Мүлдем сызаттың да ісі жоқ. Сол кезде есалаң қызбалыққа салынып, қолымдағы таяқпен өзімнің құдай қосқан қосағымның мүрдесі қаланған қабырғаның кірпішін тарсылдатып соққылай бастадым. Құдіреті күшті Құдайым, мені жын сайтанның тырнағынан қорғап сақтай көргейсің. Соққыдан шыққан дыбыс сейіле бергенде көрден үн қатты. Алғашында құдды жылаған баладай үзіліп шыққан баяу дауыс ілезде жан түршігер, зарлы да ащы айғайға, адам үніне ұқсамайтын дауысқа айналды. Оның өзі жыртқыштың ұлығандай үрейі ұшқан, бір жағынан әлденеге масаттанған жанның күңіренгеніндей. Бұл күнәһарлар мәңгі азап шегіп, жын сайтандар масайрайтын тозақтың түнегінен шығып жатқандай. Маған қандай есуастық ойлар келгенін айтпай-ақ қоюыма болады. Есім шығып кеткендіктен де қарсы беттегі қабырғаға барып жабыстым. Үрейі ұшып, үрпиіскен полицейлер баспалдақта қалшиып тұрып қалды. Бірақ кенет ондаған қуатты қолдар қабырғаны тас-талқан етіп қирата бастады. Ол ілезде құлап түсті. Менің әйелімнің ісініп, бұзыла бастаған қанған мүрдесі көрінді. Кезінде мен адам өлтіруге итермелеген, енді міне өзінің жан ұшырған зарлы даусымен жендеттің қолына ұстап берген құзғын, малғұн мысық қып-қызыл аузын ақситып, ақшиған жалғыз көзі жалт-жұлт етіп мүрденің үстінде отыр. Мен ол құбыжықты кезінде тас табытқа салып, қабырғаға әйелімнің мүрдесімен бірге өріп тастасам.